Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 60-шы жаңа сабақ сөз және оның мағынасын өтетін боламыз. Біз сөздердің мағынасына қарай үшке бөлдік, балалар. Антоним, яғни кейінгі сабақтарда жалпылама түсіндіріп өтеміз. Антоним дегеніміз не? Мысалы, антоним дегенімізді біз қазақ тілінде қарама қарсы сөздер деп айтамыз. Синоним дегеніміз мағынасы бірдей, бір-біріне жақын сөздерді айтамыз. Ал амоним дегеніміз жазылуы бірдей жазылады, бірақ әртүрлі мағына береді. Бүгін сол тақырыптардың бірі синонимге тоқталамыз. Яғни мағынасы бірдей немесе бір-біріне жақын сөздерді біз синоним деп атаймыз. Мысалы, жылдам, мына тұрған жолбарыс 120 км/сағат шапшаң жылдамдықта жүре алады екен. Жылдам сөзін біз жылдам, шапшаң, тез, лезде деген сөздермен алмастыра аламыз. Яғни бұл сөздердің барлығы бір мағынаны білдіріп тұр. Тез деген мағынаны білдіріп тұр. Ал көп деген сөзді алайық. Көп сөзі мол, молшылық деген мағынаны білдіреді. Ал мына жерде карта берілген. Бұл ара қашықтықты, яғни алыс деген сөзді айтатын болсақ, алыс, қашық, алыс жерлердің, яғни алыс, қашық деген сөз әртүрлі жазылғанымен мағынасы бірдей, яғни алыс екенін білдіріп тұр. Жақсы, олай болса бірінші жаттығуда берілген мәтінге қарайық. Осы мәтіннің ішінен мағынасы жақын сөздерді тыңдап отырайық. Бірінші жаттығу. Дидар ұқыпты бала. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып, бөлмесінің ауасын тазартады. Төсегін өзі жинайды. Киімі үне таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Балалар, мәтіннен мағынасы жақын сөздерді таптық па? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде дидар деген сөзде ұқыпты, баланың тиянақты екенін, бұл жерде ұқыпты, тиянақты сөзі баланың ұқыптылығын білдіріп тұр. Жарайсыңдар. Олай болса, келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мақта өсімдік. Сен досыңды мақта. Қой жайылып жүр. Кітапты орнына қой. Жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздердің астын сыз дейді. Қараңдаршы балалар. Мақта өсімдік дейді. Сен досыңды мақта дейді. Бұл жердегі қай сөз екі түрлі мағына беріп тұр. Мақтаның өсімдік екенін және досыңды мақта, яғни мақта деген сөздердің астын сызамыз. Жарайсыңдар. Қой жайылып жүр, кітапты орнына қой. Бұл жерде қойдың жайылып жүргенін және кітапты орнына қой деп, яғни екі түрлі мағына білдіріп тұрғанын білдік. Мағыналары әртүрлі сөздердің астын сызып көрсетеміз. Жарайды, екінші тапсырманы орындап болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тап дейді. Ұзын, қане ойланайықшы. Қысқа, дұрыс. Күшті, әлсіз. Үлкен, кіші. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.